Қайырлы күн достар, бүгін сіздермен осындай ерекше әдемі дәмі керемет қолдың сармайы қосылған ерекше тоқаштардың жасалу жолымен бөлісетін боламын. Видеоны соңына дейін көріп, лайк басып, комментарий қалдырып кетуді ұмытпаңыздар. Ол үшін бізге керегі әрине ең басты ингредиент ұн, сосын жылы сүт, жылы су, қант, ашытқы және де ерітілген сармай керек болады. Ең бірінші жылы суымыз бен сүтімізді араластырамыз. Мінекей, енді үстіне өлшенген қантымызды саламыз. Естеріңізге сала кетейін, барлық ингредиенттердің көлемі видеоның төмен жағында жазылған. Жақсылап араластырып, енді келесі ашытқымызды саламыз. Тағы да жақсылап араластырып, үстіне ерітілген сармайымызды құямыз. Түбінде тұнба болуы мүмкін, өйткені қолдың сармайы болғандықтан тұнбасын алып тастаймыз. Бір шымшым тұз саламыз үстіне. Мінекей, енді өлшенген ұнымызды салып, араластырып, соңында қолмен біріктіріп елейміз. Мінекей, қамырымызды елеп болдық. Енді жылы жерге 40 минутқа ашытуға қоямыз. Мінекей, 40 минут уақытымыз өтті, қамырымыз ашыды. Қатты көтеріліп ашып кетудің де қажеті жоқ. Осындай орташа көлемде ашуы керек. Осындай бірнеше бөліктерге бөліп, тағы да кішкентай бөліктерге бөлеміз. Мінекей, осылай домалақтап біркелкі формаға келтіріп аламыз. Енді осы формамызды ары қарай үстіп дөңгелектеп, ортасын шұңқырайтып, тоқаштың формасын шығарамыз. Мінекей, енді ортасын жаңағы нанның бетін өрнектегішпен басамыз, әрине бұл сәндік үшін. Сосын үстіне жұмыртқаның сарысын жағамыз. Мінекей, енді күнжіт себеміз. Күнжітті ортасынан жұқа жеріне көбірек сепкен жақсы. Себебі ортасы жұқа болғандықтан күнжіт көбірек болса өте дәмді болады, ерекше дәм береді. Мінекей, барлық тоқаштарымыз осындай формаға келтіріп дайындап аламыз. Мінекей, барлық тоқаштарымызды осындай формаға келтіріп, табаға салып дайындап алдық. Енді қызып тұрған пеште 200 градуста 15-20 минут пісіреміз. Мінекей, достар, үй жағдайында жасалған біздің керемет тоқаштарымыз дайын болды. Бұл тоқаштардың иісі де ерекше болады, басқаларына ұқсамайды, себебі бұнда қолдың сармайы қосылғандықтан өте ерекше дәммен ерекше иіс болады. Мінекей, достар, видеоны соңына дейін көргеніңіз үшін рахмет. Осы рецепт арқылы үйде міндетті түрде жасап көріңіздер. Және де комментарий қалдырып, лайк басып кетуді, және де арнама тіркеліп алуды ұмытпаңыздар.